Қайырлы күн оқушылар, бүгін 11 сыныптың 4 тоқсандағы жазылатын алғашқы атом ядросы физикасына бөліміне байланысты БЖБ жұмыстарын талдайық. Атом құрылысы, атом ядросы туралы сендер резервпорт тәжірибесі жайлы 11 сыныпта оқып жатырсыңдар. Енді осының тапсырмаларын талдайық. Бірінші, радиоактивті заттың активтілігі 8 күн ішінде 4 есе кеміген берілген заттың жартылай ыдырау периодын табу керек. Тақырып жартылай радиоактивтік ыдырау заңына байланысты. Элемент 8 күн бойы ыдыраған, кішкентайты 8 күн, ең тең болады, ең нолевой бөлу 4 деп жазамыз. Сондағы жартылай ыдырау периоды үлкен Т-ны табамыз. Қолданатын формуламыз радиоактивті ыдырау заңы ең тең болады, ең нолевой бөлінген 2-ның Т бөлінген үлкен Т дәрежесі. Бұл радиоактивтік ыдырау заңының формуласы балалар. Енді мына еннің орнына ең нолевой бөлінген 4-ті қоямын. Алымындағы ең нолевойлар қысқар кетеді. Бөлімдерін теңестіремін. 4 тең болады 2-ның Т дәрежесі. 4-ті математикада 2-ның квадрат деп жазып жүрсіңдер. Сонда негіздері бірдей болса, дәрежелері тең болады. Үлкен Т-ны тапқанда кішкентай Т-ны 2-ке бөлемін, немесе 8-ді 2-ке бөлемін. 4 күн. 4 күнде тең жартысы ыдырап отырады. Егер заттың ыдырауға түскенге дейінгі массасы 4 грамм болса, ыдырап кеткен масса қандай? М нолевой 4 грамм болған, сондағы кеткен массаны табу керек. М тең болады, М нолевой 2-ның Т дәрежесі радиоактивтік ыдырау заңынан М нолевой 4 грамм болғанын, кішкентай Т 8 күн, үлкен Т радиоактивті жартылай ыдырау периоды үлкен Т болған. Сонда 2-ның квадраты 4 болады, 4-ті 4-ке бөлсем, сондағы қалған масса 4 грамм. Басында 4 грамм болған, соңынан 1 грамм қалған. Сонда 3 граммы кеткен, ыдырауға ұшырағаны 3 грамм кеткен деген сөз. Ал 2-де 4 гелийдің ядросы берілген. Ал соның массаның ақауын анықтаңдар. Массаның ақауы дегенім дельта М тең болады. Zm протон қосылған Nm нейтрон алынған ядроның тыныштықтағы массасы. Берілген орнына қойып есептейміз. Сонда 0,0293 массаның атомдық бірлігіне тең. Ал бір массаның атомдық бірлігі, мына атомдық бірлігі ол 1,6605, 46, оның минус 27 дәрежесі килограмм болған. Ал С 3 оның 8 дәрежесіне тең. Енді осының байланыс энергиясын табамыз. Байланыс энергиясы дельта Мс квадрат. Дельта Мді килограмм ретінде жазатын болсақ, біз мына санды, мына массаның атомдық бірлігіндегі санға көбейтетін боламыз. Ал С квадрат оның 16 дәрежесі, мына жерде 16 бар балалар, 9 көбейтілген оның 16 дәрежесі. Сонда байланыс энергиям 0,438, оның минус 11 дәрежесі джоуль болды. Меншікті байланыс энергиясын анықтау керек. Меншікті деген сөз бір ядроға ыдырау үшін қанша энергия қажет? Біздегі ядролардың саны 4-ке тең балалар. Міне, атомдық массасы 4-ке тең. Олай болатын болса, мына санды 4-ке бөлеміз. Міне, 4-ке бөлдік. Сонда 0,11, оның минус 11 дәрежесі. Ол бір ядроны ыдыратуға қажетті энергия болып табылады. Стронций атомын адам сүйектерінде сіңіре алады, бірақ сүйектерде стронций адам өміріне өте қауіпті дейді. Осы қауіптілікті түсіндіру керек. Стронций табиғатта қосылыс түрінде ғана кездеседі. Аз мөлшерде стронций адам ағзасында табылады. Көп дозасы сүйек тіндері менен ми қабығына қатерлі аурулар туғызады. Сүйектің сәулелік ауруларына ұшырауы да мүмкін екен. Бұл стронций радиоактивті элементтің қатарына жатады. Сондықтан оның көп дозасы адам денсаулығына өте зиянды әсерін тигізеді. Стронций ядросынан бета бөлшек ыршып шыққан төмендегі теңдеулерді толықтыру керек. 38-де 90 стронций элементінен бета сәулесі бөлім шыққанда
ветта түрленүү радиоактивдегі соды ережесіне сәйкес заряды 1-ге артады, 39 болады. Массасы өзгермейді, 90 сол күйі қалады. Ол келесі 39-шы торкөздегі И3 элементіне айналған және -1-де, мынау -1 балалар не жерде? -1-де 0 электрон бөлініп шығады. Нәтижесінде И3 элементіне пайда болады екен. 4-ші, ядродан протон босап шығып магнит өрісінде енгенде әгіндегі сурет көрсетілген. Міне мына протон магнит өрісіне енген кезде ол жоғары қарай көтерілген. Өйткені ол протон оң заряд болғандықтан оның алдында электрон тұр деген сөз, электрон. Немесе ол ядро плюс болғандықтан мына протонды тепкен, сондықтан жоғары қарай ол тебілген. Сол қол ережесіне сәйкес индукция векторы алақанға ену керек. 4 саусақтың заряды қозғалыс бағытына сәйкес болу керек. Сонда Лоренц күші тік жоғары қарай бағыт алатын болады. Протонның магнит өрісіне енген кезде қозғалысын салып көрсеттік балалар. Міне жоғары қарай бағытталды. Ал келесі суретте ядролық реакторлардың құрылысы бейнеленген. Балалар, ядролық реактор деген не ол? Ядролық реактор дегеніміз атомның ішіндегі өте алпауыт энергияны электр энергиясына айналдыратын қондырғыны ядролық реактор деп атайды. Бұл атом әгіндегі АЭС-терде қолданады. АЭС дегенім атом электр станцияларында қолданады. Мына схема, мынау атом электр станциясы балалар. Мынау атом электр станциясы. Енді осының атауын жазыңдар. Бірінші, бұл реактордың қазандығы деп аталады. Бірінші. Екінші, бұл жылу шығарғыш элемент болып есептеледі. Екінші, жылу шығарғыш элементтер мыналар. Үшінші, қайта өндіргіш элементтер. Үшінші, қайта өндіргіш элемент болып табылады. Төртінші, аралық жылу алмастырғыш. Аралық жылу алмастырғыш. Ал бесінші, турбиналар деп аталады. Мына бесінші турбиналар. Ал алтыншысы бұл градирния деп аталады. Ал нейтрондарды жұлып алатын заттарды атап жазыңыз. Енді бұл жерде ескере кететін жағдай балалар, реакторларда қыздырғыштар болады. Нейтрондарды жылуды тасымалдағыш сұйық натрий ретінде қолданатын болады. Баяулатқыш ретінде графит немесе су қолданылады. Егерде нейтрондардың жылдамдығын азайтып тұрмаса, бұл өте қауіпті. Бұл үлкен қопарылыс борылуы мүмкін. Сондықтан нейтрондардың жылдамдығын азайтып, сұйық арқылы өткізетін болады. Оның кейін артық нейтрондарды жұтып алатын бор және сұйық натрийлар қолданады. Артық нейтрондарды жұтып, нейтрондардың жылдамдығын азайтып тұру керек. Ал енді осы нейтрондарды жұлып алатын заттарды атаңыз дейді. Жазамыз балалар. Нейтрондарды жақсы жұтатын бор және кадмий жасалынған реттегіш әгіндегі біліктер арқылы реакция жылдамдығын басқарып отыратын болады. Міне балалар, міне қазіргі атом ядросы жайлы, ядролық реакторлар және ондағы байланыс энергиясы, меншікті байланыс энергиясы жайлы, кейбір радиоактивті элементтердің адам денсаулығына әсері жайлы біраз мен мағлұматтар беріп өттім балалар. Атом ядросының энергиясын массаның атомдық бірлігі ретінде тең болады дельта м(с) квадрат. Атомның ішінен энергия бөлініп шыққан кезде оның массаларының саны немесе атомдарының саны азаяды. Осыларды археологияда өте ежелгі заттардың жасын анықтау үшін де қолданатын болады балалар. Міне бүгінгі 11-ші сыныпта қарастырылатын 4-ші тоқсандағы алғашқы БЖБ-ларының талдауы осындай балалар. Бұл сұрақ тек қана бұл БЖБ-да ғана емес, алдағы болатын ТЖБ сұрақтарында да кездеседі және ЕНТ сұрақтарында, ұлттық бірыңғай тестілеуде де қолданады.